Қытайда туылып өскем, Алтай аймағы, Көктоғай ауданы, Дүре деген қалашықта. Жалпы өзім осы қазақ еліне келуді ерекше армандайтынмын. Қазақ еліне келуде бір нәрсе себепкер болды. Өзім Мұзар тобындағы ағалардың әнін көп тыңдайтынмын. Осы Қазақстан әндерін көп тыңдайтынмын. Сол кезде өзім армандайтынмын. Осы қазақ елінде жүрсем деп. Ол музыкаға кішкене кезінен 4-5 жасында сол домбыра чертеді. Домбыраны ол кезде сол бір ағасының домбырасы болды. Ол домбыра чертеді деп ойламадық. Домбыраны қызық көріп алдына жатқызып қойып чертіп жүрді әгінде. Үстіне жатқызып қойып ямахадар құсып үстінен басып чертіп жүрді. Соны қызық көріп жүрдік. Сол бойынша сол біткен әндерді салып, әзірге дейін сол енді біткен ән, күйлерді солай черте алады. Өзі солақай. Жалпы енді мен музыкалардың бәрін радиодерден естіген жерімнен, мысалы Құрманғазы атамыздың күйлерін бір естіген жерден өзім жаттап алам, қайтып бойыма сіңіп, сол күйлердің бәрін домбыраға чертуге тырысамын. Біз болсақ енді Қытайдан енді келдік. Бұл жақтың енді жақсы түсінбей жатырмыз, кейбір сөздерінде түсіне алмай жатырмыз. Өзіміз енді Қытайша болғаннан кейін, сосын енді осы елімізге келіп, еліміздің атамекеніміздің осы келген жерден аяғын жерге тигізбей Нұрдананы қошеметтеп осындай концертін өткізіп, халыққа танытып, өнерін танытып жатқанына енді қатты разымыз. Енді тілмен жеткізіп айта алмаймын енді раздығымды. Қатты қуаныштамыз. Сосын осы жолғы осы концертіндегі билеттері біз өзіміз үлгіріп әрең алып қалдық. Көшеде осылай өзіміз елден естіп осындай ақпараттарға таратқанын көріп, біздің жерде бір ағасы болған. Содан барып осындай өзімізге бала шағаменен бір 6 билеттеп алып қалдым. Ой, билет түгіп кетті деді. Талдықорғанда осыдан 5 жыл бұрын құрылған Жетісу шапағаты қайырымдылық қоры бар. Сол қордың ұйымдастыруымен біздің Жетісудың қос талантты перзенті Алғысбек Дәуен мен Нұрдана Арғынның шығармашылық кешін өткізіп жатырмыз. Енді екеуі де тағдырдың сынағына түскен жігіттер ғой. Туа бітті, көздері зағип, көрмейді. Мынау жарық дүниені көрмегенмен де Алла тағала оларға бір сондай бір талантты беріп қойған. Шынымен де екі көзі анық көретін адамдарда ондай шеберлік жоқ шығар. Яғни бұлардың бір жүрек көзі бар да, көкірек көзі бар. Біз осындай жас таланттарды бір қанаттандыру мақсатында мына өмірде олардың да бар екендігін, оларды қолдайтын, қуаттайтын жақсы адамдардың бар екенін білдіру мақсатында осы қайырымдылық кешін ұйымдастырып отырмыз. Мен енді осы қазақ еліне барсам кеше. Қазақ елінде болсам, осы ағалардың барып әнін тыңдай алатын, сол сахнаға кіріп, сол кісілердің концерт кештеріне қатынаса алатын болсам деп өзі армандайтын. Әлі бүгінгі күні өзіміз осындай қимыл өткізгелі жатыр. Қатты қуанып тұрмын. Осы өнерге қызығуыма себепкер болған әке шешем және де туған халқым. Менің ең үлкен арманым жарық дүниені көрсем, әке шешемнің ағдидарын, өңдерін, жүздерін көрсем деген арман бар. Және де мектептер болса, білім толықтырсам деген үлкен арманым бар. Мен кішкентай кезімде бірақ оқығам жоқпын, бірақ енді оқысам деген арман болды.